бастаймыз. Тәуелсіз Қазақстанның асыл азаматтары, бақ-қуатты бауырлар. Еліміздің батыс өңірінде орын алып жатқан келеңсіз оқиғалар, тәуелсіздігіміздің 20 жылында еліміз қол жеткізген табыстар мен жетістіктерімізге, еліміздің әрі қарай тұрақты дамуына қауіп төндіріп отыр. Қазақ халқы, бүкіл қазақ елі тағы да бір тарихи сын үстінде отырмыз. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқы, айбатты ата-бабаларымыздың туының астында тарихтың осындай сын кезеңдерден мүдірмей өте білген. Son білекті сол бабаларға қазіргі аға буын мен жас ұрпақтарымыз да сай келіп, осы сыннан да даналы шешім қабылдап, шаңырағымызды шайқалтпай, қазақ деген атымызға кір келтірмей өтеміз деп сенемін. Оған осы уақиға желісін елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының өз қолына алғаны, өзінің бақылау алғаны бірден бір себеп болады деп ойлаймын. Сол шешім қабылданады деп ойлаймын. Өйткені еліміздің бүгінгі басшысы болып отырған елбасымыз талай-талай осы 20 жылдың ішінде де осындай келеңсіз оқиғаларға өзі араласып, өзі тікелей кіріскеннен дұрыс шешім қабылданып мемлекетімізде өркендеуімізге жол ашылып тұрған. Ләйім солай болғай деймін. Біздің партия осыдан бір күн бұрын, яғни 17 желтоқсан күні ашық хатпенен елбасына ашық хат жарияладық. Онымызды оқып берейін. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Жаңаөзен қаласындағы оқиға барша қазақстандықтардың үлкен алаңдатушылығын туғызуда. Еліміздегі адам құқықтары мен бостандықтарының гаранты ретінде осы мәселені жеке бақылауымызға алғаныңызды көпшілік қауым қолдап отыр. Себебі ел тарихында сіз араласқаннан кейін ғана заңдық, әділдік тұрғысынан шешілген мәселелерде аз болған жоқ. Біз бұл мәселені жан-жақты, тыңғылықты зерттеп көрдік. Ереуілші мұнайшылармен де, жұмыс берушілермен де кездестік. Елбасы жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияда қарадық. Екі рет үкіметке осы мәселені құқықтық тұрғыда шешу жөнінде ұсыныс жасадық. Шешу жолдарын ұсындық. Өкінішке қарай үкіметтен әлі күнге жауап жоқ. Қазір бұл оқиғаны ушықтырып, одан әрі жалғастырғысы келіп отырғандар да жоқ емес. Оған жол беруге болмайды. Қазір қолдағы мәліметтерді сараптай келе, үкімет бұл оқиғадан сабақ ала отырып, өзінің атқарушы билік тармағы ретінде төмендегідей шараларды кешенді және жүйелі түрде мемлекеттік дәрежеде жүргізуге қажет деп ойлаймыз. Бірінші, Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы еңбек қатынастарын реттейтін, сондай-ақ жұмысшылардың жалақыларын, төлемақыларын, сыйақыларын әділетті түрде белгілейтін және айқындайтын заң актілерін бір жүйеге келтіру қажет. Екінші, осы оқиға барысында кәсіподақ ұйымдарының рөлі мен маңызы өте төмен болғандығы анықталды. Сондықтан осы жағдайларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының кәсіподақтар туралы заң жобасынан даярлап, жаңа заң жобасын, оны тез арада парламентте қабылдау қажет. Үшінші, бүгінгі күнгі тұтыну қоржынына сай келетін ең төмен мөлшердегі жалақы туралы заң жобасын даярлап, оны парламенттің қарауына міндетті түрде тез арада жолдау қажет. Оның үстіне салалық жоғарылату коэффициенті үкіметтің есебінен құрылатын коэффициенттен емес, ол заңда белгіленген төменгі жалақыға негізделуі тиіс. Төртінші, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайларын жоғарылату мақсатында төмен мөлшердегі әлеуметтік стандарт туралы заң жобасын даярлап, оны парламенттің қарауына жолдау қажет. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің әділдікті жақтаудағы, ел тыныштығы мен бірлігін сақтаудағы ұстанымыңызды терең түсіне отырып, бұл оқиға әділ шешімін табады, кінәлі адамдар жазасын алады деген сенімдеміз. Жоғарыда аталған заң жобалары біздің партияда дайын екенін
айтқымыз келеді. Әділет демократиялық партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаев. Меніңше, қалайық бауырлар, елбасы өз қарамағына, өз қадауына алып отыр бұл мәселе. Дұрыс шешім қабылданады деп ойлаймын. Сабырлық жасайық. Еліміздің тыныштығын бұзбайық. Әбіл берекемізді кетірмейік. Қазақ әрқашанда осындай қиын кезеңде біз бірге білеміз. Біргейік. Бір тудың астында, қазіргі кезде елбасымыздың туының астында бірігіп, дұрыс шешімменен осы сыннан, тарих шынынан, Алланың сынынан дұрыс жолмен шыға білейік. Аллаху акбар. Жалпылама орта жолмен ұстанып, айтып берсеңіз, халыққа үндеу ретінде бұндай нелерге жалпы қандай бір белгілі бір күштердің істеп отқан әрекеті, бұған бәріміз жаңағыдай берілмеуіміз керек деген сияқты сондай бір тұрғыдан. Бұл кеше елбасының өзінде бір сөзінде айтып қалды ғой, негізі бұл мұнайшылардың ерілуі деп ойламаймын, бұлай болуы мүмкін емес деп. Бұл жастардың 16 мен 35 жас, 25 жас аралығындағы бұл қылмыскер бұзақы жастардың әрекеті деп сондай қылып келтірді. Осы жөнінде тұрғыда, осы тұрғыда жалпы халыққа үндеу ретінде айтып берсеңіз. Олар деп ойламаймын дейді ғой. Сөйтіп айтты, негізі мұнайшылар деп ойламаймын дейді. Өйткені киімдерді солай киіп шығып, солардың атынан жасап отқан. Өзі айтты ма елбасы? Кеше елбасы сөйледі. Өзі солай. Онымен анда біздің недегі жігітімізді айтып отыр. Мынау шын айтатын болсам, осыдан бір жарма 2 ай бұрын әлі жаңа өзендегі емес, Қаражұмыс мұнайдағы жұмыс жасайтын азаматтар мен солардың басшысы 2 бауырым мен інім мен менің балалармен жас азаматтар жолыққан еді. Сол кезде әңгімелесіп, негізгі себебін білгеннен кейін ресми түрде 2 рет үкіметке мынау шығып жүргенімізде сол себеп болады. Елбасына, аға, Мақсұт аға, өзіңіздің досыңыз елбасына жеткізгіз деп еді. Мен елбасына да осыдан 2 күн бұрын өзіне тікелей жеткіздім айналайында. Мен елбасы да айтып отыр. Мен де, мысалы, сол жақтағы біздің партияның басшысы маған жеткізді хабарды. Бұны ұйымдастырып отырған. Әрине, басқа да біздің мемлекетіміздің өсіп өркендеуіне қызғанышпен қарап, осыны қайтсек шайқалдамыз деп отырған шетелдіктер де бар. Өршіміздегі де қызғанышынан күйіп кетер жүрген азаматтар да бар. Солардың ұйымдастыруымен жасалған мүлде мұнайшылар емес. Әдейі жап-жаңа мұнайшылардың киімін киіп келген бір бұзақылар мен заңбұзушылар деп оған толық сенемін. Оны маған біздің осы Ақтаудағы филиал басшысы Оңайбек ағаларында айтып берді. Сондықтан да елбасы да солай түсініп отыр. Айналайын бауырларым, осының барлығын түсініп, мына елбасына сенім білдіріп, қазір шынамдық жасайық. Мына сайлау кезінде халықты күдіктемейік. Барлығымыз бұлай жақсы бір шешім қабылдап, тыныштықпенен, мінекей заңдық тұрғыда біз түсініп отырмыз. Қандай заңға дереу міндетті түрде өзгеріс енгізу керек. Осы болады деп ойлаймын. Ол заңсыз, егер бұл заңдарға шешім қабылдамасақ, мына мен жігіттер өздеріне айтқан болатын сол кезде. Оны шешу қиын болады. Сондықтан мен осыған шақыра алмаймын. Жақсы.